Баршаңызға сәлем, құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең дәмді тауық еттерінің бірі бөдене етінен осындай бұқтырылған картоп дайындаудың әдісімен бөлісемін. Видеоны өткізбей мұқият қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен бөдененің етін тазартып жуып, бөліктерге бөліп маринадтайтын боламыз. Маринад үшін үлкен бір ас қасық майонез, бір шай қасық томат пастасы және де паприка, тауық етіне арналған приправа салдым. Егер тауықтың еті тұздалмаса, оны тұздап аласыздар. Мендегі ет бөдененің еті, өзіңізге ұнаған кез келген етті жаңағыдай дайындауға болады. Осылай жарты сағатқа холодильникке салып, толық маринаты сіңгенше қойып қоямыз. Ол уақытқа дейін картошкамыздың қабығын тазартып ашып, видеодағыдай ірі-ірі етіп турайсыздар. Егер кішкентай картошка болса, ортасынан бөлесіздер, ал үлкен картошка болса, осылай бөліктерге бөліп, үлкендеу пішінде жасап аласыздар. Мен бұл жерде көбірек жасап жатырмын. Егер отбасыңызда азғантай адам болса, жаңағыдай аз мөлшерде жасауға болады. Мен бұл жерде үлкен тарелка жасайтын боламын. Енді қазанымызды газге қоямыз, үстінен сұйық май құямыз және газдың астын қатты қоясыздар. Сұйық майды 150-200 граммдай мөлшерде құйдым. Қазанымызға ең бірінші картошкамызды қуырып аламыз. Жаңағы картошканың бәрін салған жоқпын, жартысын ғана салдым. Жарты бөлігін осы қуырылып болғаннан кейін салатын боламын. Араластыра отырып, толықтай қып-қызыл болғанша қуырып алыңыздар. Яғни картошка жартылай пісуі қажет. Енді сүзгішпен сүзіп аламыз. Екінші бөлігінде дәл осылай қуырып аламыз. Енді қалған майына жаңағы маринадталған етімізді саламыз да, оны да жақсылап қуыратын боламыз. Етіміз толықтай қызарып қуырылуы қажет. Осы арада пиязымызды осылай үлкен-үлкен пішінде 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мен 2 дана пиязды қолдандым. Егер аз мөлшерде жасайтын болсаңыздар, 1 дана пиязды қолдануға да болады. Арасында тауықтың етін, бөдененің етін араластырып тұрыңыздар, жабысып күйіп кетпесін. Содан соң сәбізімізді видеодағыдай осылай соломка сияқты турадым және жіңішке етіп турадым. Ірі болса піспей қалуы мүмкін. 15 минуттай тауығымыз қуырылды, яғни етіміз. Содан кейін ғана пиязымызды саламыз, тағы да 5-10 минут қуырамыз. Және де үстіне чеснок, сәбізімізді салып, тағы да араластырып 5 минут қуырамыз. Және де мен болгар бұрышын қостым, қатырылған түрін, кәдімгі свежий түрін қолдануға да болады. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз, тағы да араластырамыз. Содан соң жаңағы қуырып алған картошкамыздың барлығын салып, жақсылап бір араластырып жіберіңіз. Және де үстінен осындай салқын су жарты кружкадай құйдым. 100-150 граммдай болады. Бетін жауып, толықтай бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бөдене етінен басқа түрлі тауық етінен, голендерінен жасасаңыздар болады. Өте дәмді, сочный болып шығады. Дәмі де керемет. Маринадталған еттің дәмі сондай дәмді әрі тез пісетін болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де осы рецепт ұнаса, төменгі жақта поделиться деген батырма тұр, соны басып, WhatsApp желісінде, чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңыздар. Қалауыңыз бойынша бетіне петрушка, укроп немесе көк пияз сеуіп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоны аса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.